Занами Москва. Ассалаумағалейкум ағайындар. 1943 жылы соғыс болып жатырған кезде бір үлкен пропагандалық кітап шығады, Волоколамское шоссе деген. Ол ағылшын, неміс, француз, чех, еврей тілдеріне аударылып әлемге тарайды. Ана кітапты атақты революционер, Кубаның басшысы болған Фидель Кастро оқиды. Атақты Фидель Кастро оқып отырып, ана басты кейіпкерге бүгінгі тілмен айтқан сынық қалады. Не деген тактика, не деген ақыл, білім, батырлық, дух. Кім мынау? Танысқысы келеді. 1962 жылы сол басты кейіпкерді Кубаға шақырады. Живой легендамен кездескісі келеді. 10 күндік іс сапармен қазақтың халық қаһарманы, батыры Бауыржан Момышұлы Кубаға барады. Бауыржан Момышұлы Кубаның әскеріне қалай соғысу керектігі туралы лекция оқып берген. Живой легенда. Оны сол жаңағы Фидель Кастро, Че Геваралар кумир есептеген. Өзінің елінде мынандай бір оқиғаны айтады. Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы басқарған кезде Орта Азия әскери округінің басшысы Лященкомен бір отырысында Бауыржан Момышұлы жолығып қалады. Айтады: Димаш, мен мынаумен бір академияда оқыдым, бұл троечник болды, мен отличник болдым. Бұл генерал-полковник, ал мен полковникпін деп өзінің өмірін беруге дайын болған Совет үкіметіне деген өкпесін білдірген. Шынында да Бауыржан Момышұлы өте сауатты, білімді азамат болған, оның әкесі де сауатты болған. Ол 3 жасында шешесінен айырылып, әжесінің қолында тәрбие алған. Шымкентте мектепте оқыған, кейін Орынборға оқуға түскен. Орынборда оқып жүрген кезде сылтау іздеп үстіңдегі киімің жұқа, қалың киім алатын ақшаң жоқ па, елге қайтып қайтарып жіберген Орынбордан. Кейін ол ауылда мектепте қызмет атқарған, милиция болған, прокурор, экономист, финансист, банкте қызмет атқарған. 31 жылы Алматыға келген жұмыс іздеп. Алматыға келіп Ораз Жандосовқа жолыққан. Ораз Жандосов оны өзінің көмекшісі ретінде қызметке алған. Кейін сауатын, білімін байқап, Госпланға жұмысқа кіргізген. Бауыржан Момышұлы 34 жылы мына Ленинградтағы военный академияға грант ұтып алған, направлениемен келіп тұрса қабылдамаған ол оқуға. Тұрар Рысқұловқа жолыққан. Тұрар Рысқұлов оны оқуға орналастырғанмен қоса Қазақстаннан беретін стипендияға Мәскеудің стипендиясын қосып беретіндей болып береді. Бауыржан Момышұлын ұлтшыл деп таныған Совет үкіметі. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысы кезіндегі дивизия басқарған жалғыз полковник, қалғанын бәрі генерал атағын алған. 3 рет Герой Советского Союза басшылығы заявка берген. Беріңдер Бауыржанға, лайықты. Қабылдамаған. Бауыржан Момышұлы мына Московский академияда оқыған кезде 250 түлек болады. Сол 250 түлектің 249-ы генерал атағын алады, Бауыржан Момышұлына бермеген. Себебі Бауыржан Момышұлы бәрі фамилиясын Оф, Ев деп өзгертіп атқан кезде мен гвардия полковник Бауыржан Момышұлымын деп Сталиннің көзіне тіке қараған қазақтың бір туар батыл, батыр азаматы. Бұл кісі туралы ақпаратты біліп жүріңіздер ағайын.